Alsın, bastım, bastım.
жаңа жоспарым бойынша жоспардың неміз бойынша ол кез келген адамның қажеттілігін жатады, иә, үй көрген. Ал негізгі байлық не екен? Деп айтасың, өте жақсы, жарайсың. Зиянды, шыққан. кеміргіш, шыққан, Ұшат, пайдалы, торғай. құс, торғай, Зиянкестермен қоректенеді. Жем жейді. Шыққанда жем жейді, торғайда жем жейді. ортақ. Ортақ. Жалпы шыққан мен торғайды жануарлар. Сонда мен айтайын, жаңа жоспарым бойынша жоспардың неміз бойынша Зиянды, шыққан. кеміргіш, шыққан, Ұшат, Пайдалы, торғай. құс, торғай, Зиянкестермен қоректенеді. жем жейді. Шыққанда жем жейді, торғайда жем жейді. ортақ. Ол кез келген адамның қажеттілігін жатады, иә, үй көрген. Ал негізгі байлық не екен? Деп айтасың, өте жақсы, жарайсың.
Және де тікелей мүдделеді. Балалар, кімді көріп тұрсыңдар? Ата не істеп жатыр? Ата жер қазып жатыр. Ата жер қазып жатыр. Ол шалқан екті. Шалқаны Шалқаны үлкен болып өсіп шықты. Оған атасы таң қалды. Енді өзі шалқанды алайын десе, шалқанға күші жетпейді. Ол кімді шақырды? Әжесін шақырды. Әжесі екеуі тартып шығара алмады. Енді ол Енді тыңда дауысты дыбысты анықтадық, иә? Енді әрқайсысы өзінің қалаған бір әріптер алайық та. қалаған әріптерді. Иә? Сөздерді. Осы әріптер құрамында осы әріптер болады. Сөздер айтамыз ба? Ана, Мысалы, ата, директор. ана, ата. Мынадан. Орман. Экскаватор, элеватор. Шашыраған әріптерді. Саралау тапсырмасы. Енді бұл жерде дауысты дыбыс әріптерін жинадық. Мысалы, дауысты дыбысты әріптерін жинаймыз. Және дауысты дыбысты, тек қана дауысты дыбыс. Иә. Апай сау. Nasıl yazı bakabilir? Ертегінің неге тақырыбы жаман жолдас дейді?
сабақ оқу мақсатында. Қант, тәтті, бұрыш, ащы. Жоқ, мына бойынша аламыз ба? Қант. Тәтті, ал бұрыш, ащы. Әңгімелеу. Қиялы заң бойынамады ғой. Мақтаныш.